Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен самсаға арналған қатпарлы қамыр әзірлейміз. Бізге керектілер: ұн 82% май, 2 дана жұмыртқа және сұйық май. Ұнымызды илеуіштен өткізіп 500 грамм өлшеп аламыз. «500 грамм ұнға 2 дана жұмыртқамызды қосамыз. 500 мл мұздай салқын суға 2 шай қасық тұзымызды қосып, әбден араластырасыздар, тұз ерігенше. Сосын ұнымызға біртіндеп құясыздар, бірден құймаңыздар. Менде бұл жерде 250 мл тұзды суым кетті. Ұнымыз жеткілікті мөлшерде суды алғаннан кейін үстіне 2 ас қасық сұйық май құясыздар. Сосын майымыз сіңгенше әбден июін қандыру керек. Сұйық майымыз қамырға әбден сіңгеннен кейін де 10 минуттай тағы да июін қандырасыздар. Қамыр июі қанған сайын керемет тыңдағыш болып келеді. 10 минут июін қандырғаннан кейін қамырымызды тағы да 10 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз 10 минут демалғаннан кейін аздап басып жіберсек, қамырымыз осындай жұмсақ, тыңдағыш болып келеді. Енді қамырымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, жұқа ғып жайып аласыздар. Қамырымыз жұқа әрі біркелкі болып шықты. Үстіне ерітіліп суытылған майымызды жағып шығамыз. Енді нығыздап біркелкі орап шығасыздар. Маған 500 грамм ұнға 1 пачка май толықтай кетті. Қамырымызды толық орап шыққаннан кейін де арасындағы ауасы шығу үшін және қатпары нығыз болып шығу үшін мен ұлу тәріздес қылып видеода көрсетілгендей тағы да кері қарай орадым. Самсамыздың қатпарлы қамыры дайын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар.